Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ұлағат. Уәде бергенімдей, бүгін сіздерге жеке портфолиом бойынша есеп беретін боламын. Бірінші 90 толықтай аяқталды. Америкада 90-дық есеп беру жұмыстары жаппай жүргізіліп жатыр. Бірінші қаржы секторы, банк секторы есеп беріп бастады. Қалған компаниялар да есебін беріп жатыр. Ендеше бізде бір портфолиомызға қарап үңіліп қояйық. 3 ай ішінде қандай өзгеріс болды, өсім қанша пайызды құрады, тағы қандай өзгерістер болды дегендей. Ендеше көп сөз болайық, бірден портфолиоға өтейік. Трейдер нет. Айта кетейін, арнамызға бірінші рет келіп тұрған адамдар болуы да мүмкін араларыңызда. Менде жалпы 3 брокерлік компанияда шот ашылған. Біріншісі осы өзіміздің Freedom Finance, екіншісі ресейлік Kit Finance, үшіншісі және Interactive Brokers. Осы үш шотымның біреуі, яғни Freedom Finance, ол менде ресми түрде паблик портфолио. Ол дегеніміз не? Ол бұл шот жария, яғни әр 90 сайын сіздерге осындай видео форматта есеп беру ретінде бір рет шолу жасап көрсетіп отыратын болам. Жалпы шоттың жағдайы, портфельдің жағдайы, қандай актив қанша пайызға өсті, қанша пайызға құлады, дивидендтен қанша ақша түсті, тағы басқа көрсеткіштерін. Егер сізде осыған дейін сұрақ туындап жүрген болса, мен сияқты орташа көрсеткішті инвестор қанша ақша табады инвестициядан, қандай активтер қанша пайызға өседі, кризис кезінде қанша өседі, жай кезде қанша өседі, сіздерде тамаша мүмкіндік. Арнамызға жазылыңыздар, осы видеоны жіберіп алмаңыздар. Бұл шот келесі 90-да қанша пайызға өседі, жыл соңына дейін қанша пайызға өседі, бір жылдан кейін, бірнеше жылдан кейін қанша пайызға өседі, сіздер тірідей бақылап отыра аласыздар, былайша айтқанда көріп. Сол арқылы өздеріңізге қандай да бір қорытынды, қандай да бір түйін жасауларыңызға болады. Қандай активтер сатып алуға тұрады, жалпы инвестициямен айналысудың қажеті, пайдасы бар ма жоқ па дегендей сұрақтарға. Ендеше қараңыздар, портфельге өтейік. Шоттағы баланс 11.039 доллар. Шотқа ешқандай толтыру жасалған жоқ, ақша салынған жоқ. Бірінші осындай форматтағы видео қаңтар айының басында салынған болатын. Паблик портфолио деген плейлисттің ішінде тұр. Көрмеген болсаңыздар, бірінші сол видеоны көріңіздер, сосын осы видеоға қайтып оралыңыздар. Сонда салыстырып көре аласыздар 3 ай ішіндегі өзгерісті. Ешқандай ақша салынбады 3 ай ішінде. Қаңтар айының басында көрсеткіш қанша? 9.048 доллар екен. Қараңыздар, 11.039 доллар. Тура 2.000 долларға өскен, 2.000 долларға 10 долларға жетпейді. 3 ай ішінде 2.000 долларға өскен. Енді активтер бойынша қысқаша шолу жасайық. Толықтай емес. Бірінші видеода толықтай айтып өткен, қандай компания, қай секторда жұмыс жасайды, жалпы немен айналысады, оның бәрі. Соны бірінші видеодан көріңіздер. Видеоны немесе подсказкаға қоямын, немесе видеоның астындағы түсініктеме жазамын. Қараңыздар, бірінші Gilead Sciences. Бұл әлі де минуста тұр, осы компания. Шлюмберже қазір минусқа түсті, бұл 28 долларға дейін өсті. Осы сәуір айының басында, осы соңғы 2 аптада азырақ коррекция жасады, қазір азғантай ғана минуста. Қараңыздар, осы 3 ай бойы бірден бір өзгеріске ұшыраған позиция, бұл Шлюмберже. 16 штук акциясы қазір менде бар. Қаңтар айында 32 штук акциясы болған. Кейін шамалы қалпына келгеннен кейін позицияны қысқартуды шештім. Сосын жартысын сатып жібердім, жартысына AT&T'ді сатып алдым. Қараңыздар, бұл дегеніміз AT&T, бұл қатты бір өсе бермейтін компания, бірақ бұл телекоммуникациялық компания болғаннан кейін портфельге сақтық ретінде, қорғаушы актив ретінде сатып алып қойса болады. Өйткені бұл нағыз дивидендтік аристократ. Дивидендтік кірістілік бұл актив бойынша қазір қателеспесем 7%-ды құрайды жылына. Coca-Cola 13%, Alibaba Group 16%. Қытай үкіметімен болған қайшылық ақыры аяғында осы компанияға 2 миллиардтан астам штраф салумен аяқталды. Енді бұдан кейін қандай өзгеріс болады, көріп бақылап отыратын боламыз. Айта кетейін, бұл компанияның финтех бөлімшесі бар, Ant Group деп аталатын. Оны IPO жариялап бөлек компания ретінде шығармақшы болған, бірақ оған Қытай үкіметі қарсы болды, оны тоқтатып тастады. Нәтижесінде ол финтех групптың жартысы қазір Қытайдың орталық банкінің қарамағына өтіп кетті. Көптеген уступкалар жасады үкіметке. Ары қарай қалай өзгеріс болады екен, көретін боламыз. Бірақ жалпы бұл компания Қытай регуляторы жағынан қысып көргені болмаса, өсуге потенциал жоқ емес. Келесі компания Johnson & Johnson,
дәрі-дәрмек жасаумен, соңғы кездері вакцина жасаумен да айналысқан компания плюс 20%, Intel плюс 21%, бұл қаңтар айында минуста тұрған акция болатын, қазір плюске шықты. Cisco 25%, ExxonMobil мұнай компаниясы 27%, McDack плюс 29%, Visa бұл да плюс 29%, WBA бұл All Green Boots Alliance, бұл да фарма компания, дәрі-дәрмек сатумен айналысады, плюс 29%, Valeria Energy 30%, Microsoft өзіміздің 32%-ды құрап жатыр, Tyson Foods 35%-ды құрап тұр. Қайда кетіп қалды? Tyson Foods, RC бұл актив менің портфелімде болмаған, плюс 39%-ды құрап тұр. Менде бұның орнына ANH деген актив болған, тикері бойынша ANH, аты N-Word Mortgage Asset Corporation. Осы компания сол компаниямен бірікті, реорганизация жасалды, есесіне сол активтің орнына осы компанияның акциясын берді, және де маған азырақ компенсация төленді. Қазір RC 22 штук акциясы бар. Citigroup плюс 44%, OHI бұл Omega Healthcare деп аталады, плюс 46%, Delta Airlines плюс 70%, PAC бұл Bank of America 73%-ды құрап тұр. Disney World бұл да 73% пайда. Ары қарай кетейік. Google 84%, Google өте жақсы өсті. Тура бір жыл бұрын сатып алған болатын. Осы активтерді есімде бар. $1200 мен сол кезде өте қымбат алып қойдым ба деп өкінген, бірақ қараңыздар, қазір өсу мүлде жаман емес. Facebook плюс 88%, Uber 90%, Apple 93%, бұл қаңтар айында да 93% болған қазір. Бұл $132 емес, негізі $117 дейін коррекция жасады негізі. Осы 3 ай ішінде қайтадан көтерілді. Кеше ғана онлайн презентация жасады, жаңа iPhone 12-ге, фиолетовый iPhone, сосын iPad Pro қуаты MacBookпен бірдей iPad Pro-ны ұсынды, сосын кішкентай браслет, атын ұмытып қалдым, жоғалған затты табуға арналған кішкентай қондырғы. Сондай жаңа өнімдеріне презентация жасады. Акциясы қазір тұрақты, қатты өсе қойған жоқ, қатты өсе қойған жоқ. WestRock плюс 101%, Ford плюс 102%, Carnival круиздік линия плюс 104%, июль айында немесе август айында бұлар уже турларды ашатын болады, теңіздегі саяхаттарын. Twitter плюс 141%, Macy's бәрі де банкротқа ұшырайды деген компания, бұл да плюс 175%-ға өсті. Ал Car плюс 600%, 6 есеге өскен бұл актив менде. Бұл қаңтардағы көрсеткіш қанша болды деген, бұл акция бойынша қаңтарда 230%-ға өскен екен, қазір 601%-ға өсіп тұр. Бұл менің портфелімдегі ең жоғары көрсеткіш әзірше. Жаман емес, әрине, мүлде жаман емес, өте сәтті сатып алу. Енді қараңыздар, кэш менде бос тұрған ақша, яғни $120 құрап тұр. Бұл 3 ай ішінде жиналған дивиденд. Бұның ішінде қазір төленген компенсация болады, соны алып тастауға болады. Қазір көрейік, движение денег. $79.30. Қараңыздар, ANH осы компанияны өзіне біріктіріп алғаны үшін, осы компанияның инвесторларына, акционерлеріне, яғни бір штук акциясына $0.61 компенсация төленді. Есесіне кейінгі компанияның акциясы да берілді. Бұндай жағдайда болады, естеріңізде болсын. Сол жалпы өзгеріс осындай. Бұндай аз сумадағы портфолио үшін 3 ай ішінде $2000-ға өсу, бұл өте жақсы көрсеткіш, әрине, әрі үнемі бола бермейді. Біз қазір қандай фазада тұрмыз? Коронавирусқа қарсы вакцина жаппай өндіріліп жатыр. Жоспардағыдай тез болмаса да әйтеу адамдар егіліп жатыр. Әсіресе Европада және Америкада. Енді тек қана жақсылық болатыны бәрімізге мәлім. Көп өтпей туристік компаниялар, круиздік линиялар, авиалиниялар, қонақ үй бизнесі, туризм саласы толықтай ашылатын болады. Былайша айтқанда, үлкен экономический бум болады, егер
бәрі осылай кете берсе, әрине аяқ астынан тағы да бір черный лебедь ұшып келмесе, тағы бір пандемия, оны бәріміз тілейік, ондай болмасын деп. Осы позитивтердің бәрін инвесторлар әлдеқашан есептеп, акциялардың, активтердің құнына салып үлгірді. Әлдеқашан бағаға есептеліп қойылған бұл. Енді осыдан кейінгі 90-дарда қалай болады? Ол кездерде де түсінікті, компанияның қаржылық көрсеткіштері бәрі жақсы болатыны белгілі, бірақ активтер, акциялар ары қарай өсе ма, өспей ма, оны сіздермен бірге көре жатармыз. Мүмкін осы деңгейде тұруы мүмкін, немесе тағы да өсуі мүмкін. Қазір индекстің мәні S&P 500 4000 деген деңгейден асып кетті. Негізі бұл деңгейге жыл соңында жетеді деп жоспарлаған көптеген ірі сарапшылар, ірі инвесторлар. Оған қазір 1.90 ішінде жетті. Бопты, бізге бұл тек қана пайда. Енді жалпы өсім қанша пайызды құрапты, оны көрейік. Оны көру үшін бұның толық версиясына өту керек. Қараңыздар, өсімді көру үшін бізге за все время мінекей 62%, 62,34%, дәлірек айтқанда. Қаңтар айының басында қателеспесем 35% болған, сонда тағы да 3 ай ішінде 27%-ға өскен демек. Бұл бір жыл ішіндегі көрсеткіш 62,34% деген. Тура бір жыл бұрын, сәуір айының басында, март айының, наурыз айының соңында сатып алған болатын осы активтердің көп бөлімін. Бір жыл ішінде 62,34%. Қосымша ретінде сіздерге айта кетейін, шынайы пайда бұл 62%-дан да жоғары болуы мүмкін, өйткені счет менде долларлық, баланс доллар бойынша есептеледі, акциялардың бәрі доллар бойынша сатып алынған. Осы счетқа толтыру жасаған кезде мен долларларды төмен курспен сатып алғам. Бір жыл бұрын жасаған соңғы толтыруды. Ол кезде 370-375 болатын курсты өздеріңіз білесіздер. Бір жыл ішінде девальвация болды, құнсызданды. Қазіргі курс $430 құрайды. $1 430 теңгені құрайды. Демек, теңге бойынша есептесек, пайда бұдан да жоғары болуға тиіс. Солай ма? Бірақ оны есептеп жүрмей қояйық. Келесі 90-дардағы осындай есеп беру видеосында мүмкін сондай сәттердің бәрін есептеп, нағыз пайда теңге бойынша қанша болатынын есептеп шығарып көрсетуіме болады. Енді сіздерге Freedom Finance-тағы қазақстандық счетымды көрсете кетейін қосымша ретінде. Қараңыздар, Белиз емес, қазақстандық счет талдаймыз. Бұны қаңтар айының басындағы паблик портфолиода көрсетпеген болатымын. Қараңыздар, бұл қатты үлкен портфолио емес негізі. Қазір жалпы сума 802.150 теңгені құрайды екен. Бос ақша, кэш, яғни 12.000 теңге. Қараңыздар, бар жоғы 5 қана акция бар. Бұның бәрі қазақстандық. Бұл теңгемен, бұл счет. Маңғыстау мұнай газ, минус 17%, бұл кей кезде плюс 17%, плюс 20%, кей кезде минус 10, кей кезде минус 17% осындайға құлап тұрады. Бірақ бұл жақсы дивиденд төлейтін компания. Казтрансойл плюс 13%, HSBK, бұл Народный сберегательный банк Казахстана, Халық банк өзіміздің плюс 14%, Қазақтелеком плюс 26%, Казатомпром плюс 128%, плюс 128% құрайды. Қараңыздар, бұл счетқа жалпы салынған ақша 495.000 теңге болатын. Қазіргі жағдайы 801.000 теңгеге өсіп жетті. Бұл 2 жыл ішіндегі көрсеткіш. Былайша айтқанда 495.000 теңгенің үстіне 300.000 теңгедей қосылған. Қатты бір керемет көрсеткіш болмаса да, тым жаман көрсеткіш деп айтуға болмайды. Өйткені бұл өзіміздің нарық, дамушы елдің нарығы. Былайша айтқанда Америкамен салыстырудың түкте қажеті жоқ, салыстыруға мүлде келмейді. Ол жерде инвесторлардың саны мүлде басқаша, акциялардың, активтердің өтімділігі мүлде басқаша, бізде мүлде басқаша. Бұдан тағы да жылдық инфляцияны алып тастауға болады. Бізде жылдық инфляция орташа есеппен 7%-ды құрайды. Қазақстан нарығының жағдайы осындай, бізде өтімділік қатты жоғары емес, өтімділікті құратын сіздермен біз сияқты осындай жеке инвесторлар. Ал сіздермен біз сияқты инвесторлар Қазақстанда қазір
өте аз, білесіздер. Әрине біздің ірі компаниялар бар, Лондон биржасында акция ретінде немесе ГДР ретінде саудаланатын. Өзіміздің жаңа Каспи банк, сосын тағы да Казминералс, Казатомпром да бұл жерде Лондон биржасында саудаланады. Ол жердегі өтімділікті әрине шетелдік инвесторлар жасайды. Ондай активтердің кірістілігі әрине мұндай болмайды, бұдан жоғары болады. Мұнда көріп отырсыздар, Казатомпром ең жоғары көрсеткішке ие. Бұл да жартылай шетелде саудаланатын болғаннан кейін осындай көрсеткішке ие болған. Бірақ біздің акциялар жақсы дивиденд төлейді. Дивиденд бойынша кірістілік көбінде ең кемінде 6%-ды құрайды, жоғары болғанда 9%-ға дейін құрайды. Былайша айтқанда инфляцияны жабады, үстіне тағы да 1-2% пайда береді. Және акциялар өссе тағы да пайда көресіздер. Бүгінше осы, достар. Портфолиоға бір қысқаша шолу жасау болғаннан кейін ұзаққа созбадық. Келесі 90-да, одан кейінгі 90-да жыл соңында қандай көрсеткішке жетеді, сіздермен бірге көретін боламыз. Айтпақшы, мен Instagram парақшамды авторлық парақшаға өзгерттім. Қазір ол жерде де осы инвестиция бойынша, қаржылық сауаттылық бойынша пайдалы посттар, пайдалы контенттер салуға тырысамын. Жазылмаған болсаңыздар, өтіп жазылып қойыңыздар. Бүгінше осы, сау болыңыздар.